жалпы зейнеткерлік бойынша бүгін түсіндіретін болам. Зейнеткерлік бұл Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыздандыру туралы заңының 2013 жылғы 21 маусымдағы 105-те 5-ші заңы бойынша тағайындалады. Жалпы Қазақстан Республикасының барлық азаматтары зейнетке шығу мүмкіндігі бар. Оның ішінде жеке кәсіпкерлер болсын, жеке сот орындаушылары болсын, жалпы барлық азаматтар. Бірақ ай сайынғы табысы мен декларациясы немесе төлемдердің тиімді жүргізбеуіне байланысты зейнет жасына келгенде ең төменгі зейнетақы алуға әкеліп соғады. Мысалы, декретке миллионмен дегендер, мысалы, жеке кәсіпкерлер білмесе, олар тиімді декрет ала алмайды ғой. Сол сияқты бұл кісілер де оны білмесе, тиімді зейнеткерлікке шыға алмайды. Қазақстан Республикасының зейнеткерлігі 4-ке бөлінеді. Зейнетақы жасына байланысты зейнетақы, жинақтық және еріктік зейнетақы болып қарастырылады. Бұның әрқайсына тоқтала кетсем, базалық зейнетақы дегеніміз жалпы стажға байланысты төленетін зейнетақы. Яғни 1998 жылға дейін және 1998 жылдан қазіргі кезге дейін зейнетке шыққанға дейінгі стажына байланысты төленеді. Қазір әрқайсысын айта кетем. Жасына байланысты зейнетақы, яғни бұл жұмыс істейтін аналар, әкелерге тағайындайтын зейнетақы болып табылады. Және жинақтық зейнетақы, яғни сіз НПФ-та жинадыңыз 1998 жылдан бастап. Сол кездегі сіздің НПФ-тағы ақшаңызды есептеу бойынша төленеді. Және ерікті зейнетақы, бұл яғни өз еркімен зейнетақыға НПФ-қа салатын азаматтарды айтады. Бұл маңызды саналмайды. Қазір әрқайсына тоқтала кетемін. Осы мысалы базалық жасына байланысты зейнетақы, жинақтық, осы үшеуін қосқанда біз уже ол кісінің қанша зейнетақы алатынын есептеп бере аламыз. Үшеуін бөлек есептеп. Жалпы зейнеткерлік ер адамдар үшін 63 жаста, әйел адамдар үшін 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 61 жас. 5 баласы бар әйел азаматтары 56 жасында зейнетке шығады. Ең кіші баласы 8 жасқа толу керек. Немесе 8 жасқа толмай, шетінеп кетеді, қайтыс болып кететін болса, ол саналмайды. Зейнет жасына келгенде ер адамның еңбек өтілімі, яғни стажы 25 жылдық құрайды, әйел адам 20 жылдық құрайды. Бұл еңбек стаждарына не ескеріледі? Бірінші оқыған жылдары, дипломы, әскердегі службасы ер азаматтар үшін, еңбек кітапшасы 1998 жылға дейінгі записі, әйел адамдар үшін бала күтімімен отырған жылдар. Және бала күтіміне байланысты отырған 12 жылдан аспайтын кезең. Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметтері мен халықаралық ұйымдар қызметкерлері жұбайының шетелде тұрған, бірақ жалпы жиынтығы 10 жылдан аспайтын кезеңі. Жолдасының шекара қызметін жүзеге асыру барысында жұбайы жұмыссыз қалған жағдайда. Мысалы, күйеулерін жіберіп жүреді басқа жаққа жұмысқа, сол үшін жұбайы келіншегі жұмыстан айырылып қалса, ол да стаж болып саналады. Жасына байланысты тағайындалатын зейнетақы мөлшері ол оқыған жылдармен 1992 жылға дейінгі еңбек өтілімі мен соңғы 36 айдағы табысын растау арқылы анықталады. Оны айта кетемін. Ал кеттік бірінші, бізде базалық зейнетақы деп айттым. Бұл базалық зейнетақы Қазақстан Республикасының кез келген адамына тағайындалады. Бұл белгіленген зейнеткерлік жасқа толуына байланысты берілетін ай сайынғы ақшалай төлем. 2018 жылға дейін базалық зейнетақы тек бір ғана мөлшермен барлық азаматтарға бірдей төленетін тұғын. Стажына, ештеңкесіне қарамайды. Ал 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап базалық зейнетақы зейнеткердің жалпы стажы бойынша төленеді. Нақты түсінетін формула мынандай. Оқыған жылдан бастап, мысалы, кезінде институт болды, жаңағы, педколледж деген сияқтылар болды. Сол оқу жылдан бастап 1998 жылға дейінгі стажы плюс 1998 жылдан зейнетке шыққанға дейінгі стажының жалпы стаж базалық зейнетақы пенсия мөлшер болып табылады. Базалық зейнетақы зейнеткердің жалпы стажын ескере отырып, күнкөріс деңгейінің 54%-нан бастап әр жылына 2% қосу арқылы 100%-ға дейін төленеді. 2020 жылдан бастап күнкөріс деңгейінің мөлшері
40.567 теңгені құрады, ал базалық пенсияның мөлшері 21.906 теңгені құрайды. Мысалы, қараңыздар, базалық зейнетақы осылай есептеледі. 10 жыл стажы болса, 54%, 21.906 теңгені құрайды. 11 жыл болса, 22.717 теңге төленеді. Мысалы, айта кетейін, мысалы, зейнеткер 1997 жылға дейінгі стажы 15 жыл болды. Оқу оқыған жылдары, жұмыс істеген жылдары, мысалы, бір жерде 10 жыл істеді, бір жерде 2 жыл істеді, бір жерде 3 жыл істеді. Сол қосқан кезде 15 жыл болды да, ал 1998 жылдан 2022 жылға дейін стажы 10 жылды құрады, тоже бір жерде істеді. 15 қосы 10, яғни 25 жыл, 25 жыл 34.076 құрайды. Қарайық енді, 25 жыл, мінекей, 25 жыл 34.076 теңге базалық зейнетақы тағайындалды бұл кісіге. Түсіндіңіз ба? 34.076 базалық. Және бұны қазір жасына байланысты зейнетақы қосамыз. Плюс НПФ-тағы жаңағы жинақтық зейнетақыны қосамыз, сол кезде жалпы алатын пенсиясы шығады. Базалық зейнетақыны түсіндіріп біттім. Ары қарай жасына байланысты зейнетақыны түсіндіремін.